Мен қарыздан құтылу техникасымен бөлісетін боламын. Қазіргі таңда қарыз бен кредиттен басы шықпайтын адамдарда көпшілік, қарыздан қарызға ақшасы болмай, айлықтан айлыққа өмір сүріп жатқандар көпшілік. Мен сіздерге бүгін қарыздан құтылу техникасын айтатын боламын. Қарыздан құтылу үшін көптеген техникалар бар, яғни сіздерге қазір қарыздан құтылу техникасын ұсынып жатырмын. Сондықтан да бұл техникалар сіздерге өте пайдалы болады деген сенімдемін, үлкен сенімдемін. Өткен жолы мен марафон жасаған болатынмын қарыздан құтылу техникасы жайлы. Көптеген адамдар өздерінің алғысын білдіріп, пікірлерін білдіріп, күшті отзывтарын жазып, маған алғыстарын білдіріп жатыр. Сізде қарыздан құтылғыңыз келсе, маған жекеме жаза аласыз, және төмендегі сілтемеден өтіп, маған жазсаңыздар, сіздерге менеджерім жауап беретін болады. Бұл үшін сіздер қарыз құтыламын деп ешқандай құтылу деген уайым болмасын. Сіздер міндетті түрде қарыздан құтыласыздар. Ең бірінші, сіз Аллаға деген ниетіңіз түзу болса, қарыздан құтыламын деген ниетіңіз болса, Аллам сізге ниетіңізге қарай береді. Сол үшін де төмендегі WhatsApp сілтемеге өтсеңіздер, сіздерге техниканы беретін боламыз. Баршамыз бай, қуатты болайық. Үйімізде бақ, береке болсын, ризық несібе көп болсын, мол болсын. Баршаңызға рахмет. Алу үшін төмендегі сілтемеге өтіңіздер. Төменге пікірге мен қарызымнан құтылдым. Мен қарызымнан оңай әрі тез құтылдым деп жаза кетіңіз. Жақсы сөз жарымырс екенін естен шығармаңыз. Әрбір сөз сөйлегенімізде, жақсы сөз сөйлесек, біздің екі иығымыздағы періште әумин деп тұрады екен. Сол үшін де жақсы сөз сөйлеңіз, сөз құдіреті деген осы екен. Сондықтан да баршамыз бай қуатты болайық. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.